Көп рахмет, жақсы сау болыңыз. Қазіргі таңда әрбір адам телефон арқылы көп уақыт сөйлеседі. Бірақ барлығы оның ережелерін жетік меңгермеген. Армысыздар, эфирде этикет бағдарламасы. Бүгін біз телефонмен сөйлесудің әдебі жайында баяндаймыз. Ең алдымен амандасуды естен шығармаңыз. Психологтардың кеңесіне құлақ түрсек, қайырлы күн немесе сәлеметсіз бе деген жөн. Егер біреу сізге телефон шалса, тыңдап тұрмын деген жауаптан бас тартыңыз. Дұрысы, компанияның атын атап, есіміңізді айту. Ал егер өзіңіз хабарлассаңыз, ол адамнан сөйлесуге уақыты бар жоғын анықтап алыңыз. Знаете, по телефонному разговору... Телефонмен алғаш сөйлескен сәттен бастап-ақ адамның қандай екенін аңғару қиын емес. Кей адамдар өте зетті болады, алдымен амандасады, өзін таныстырып, сонан кейін барып, қандай мақсатпен хабарласқанын айтады. Адамдардың түр-түрі бар. Өз басым клиенттермен жұмыс істегеніме 6 жыл болды. Бір қуантарлығы зетті адамдардың қатары көп, бірақ кейде қызықты сәттерде болып тұрады. Бірде мынадай күлкілі жағдай болды. Бір адам хабарласып, әйелдің дауысын ести тұра, Руслан, Олег деп түк болмағандай, ер адаммен тілдесіп тұрғандай сөйлесе берді. Телефонмен сөйлескенде сіз желінің ар жағындағы адамды көре алмайсыз. Сол себепті дауыс ырғағы мен екпіні, айтқан сөздеріңіз әңгіменің қалай өрбейтініне тікелей әсер етеді. Психологиялық зерттеулерге сенсек, көбіне дауысы көтеріңкі адаммен сөйлесуді әркім ұнатады. Әңгіменің нәтижесі де соған байланысты. Дене қимылы дауыс ырғағына тікелей әсер етеді. Сол себепті сөйлескенде майысып немесе жатып алудың қажеті жоқ. Телефон желісі арқылы сіздің көңіл күйіңіздің нашар екендігі тез-ақ байқалады. Күлімсіресеңіз де сұхбаттасып отырған адам оны сезеді. Іскерлік әңгіменің ұзақтығы көбіне 5 минуттан аспайды. 3-4 минут өткеннен кейін ойды қабылдау мүмкіндігі азаяды. Мәселен, кейбір жапон компаниялары телефон арқылы кез келген мәселені 3 минут ішінде шешіп бере алмайтын қызметкерлерді жұмыстан шығарып жібереді. Хабарласқанда 6 рет дыбыстық белгіге жеткенге дейін күту керек. Ал әңгіме үзіліп кетсе, телефон шалған адам қайтадан өзі звондауы тиіс. Сөйлесуді аяқтау міндеті де сол кісіге жүктеледі. Егер бен байланыста болсаңыз, ол да телефон бірінші болып қоя алады. Себебі оның лауазымы жоғары. Телефон шырылдаған кезде 2-3 дыбыстық сигналды күтіп, жауап беріңіз. Осы уақыт ішінде сіз бұған дейін айналысқан ісіңізді тоқтатып, алдағы әңгіменің барысына дайындалуға мүмкіндік аласыз. Қызмет барысы бойынша үйге немесе ұялы телефонға хабарласуға тыйым салынған. Бұл әдепсіздік болып саналады. Іскер адамдар барлық жұмыстарын уақытылы аяқтап үлгеруі тиіс. Жұмыс уақыты таңғы 8-ден басталып, кешкі 10-ға дейін жалғасады. Ал хабарласатын адамның балалары болса, онда 9-дан кейін телефон шалуға рұқсат жоқ. Түс кезінде де мазалау қажет емес. Егер алдын ала келісім болса ғана, мұндай әрекетке жол беріледі. Демалыста мүлдем хабарласуға болмайды. Когда я первый раз звоню потенциальному клиенту, я обязательно спрашиваю... Әлеуетті клиентке мен бірінші болып өзім хабарласқанда онан сөйлесуге ыңғайлы ма деп міндетті түрде сұраймын. Егер қолы тисе ғана өз қызметімді ұсынып ары қарай сөйлесемін. Оған ақпарат жіберетінімді айтып, келісіп аламын. Сонан кейін қайра қашан хабарласуға болатын нақтылап алам. Себебі жұмыс уақытында адамның қолы тимеуі мүмкін. Жиналыста, конференцияда болады дегендей. Сондықтан екінші мәрте қай уақытта хабарласуға болатынын нақтылап алған дұрыс. Әңгімелескен кезде бір нәрсе шайнап, сусын ішіп немесе темекі тартпаңыздар. Еснеп, керілуден де бас тартыңыз. Ал егер сөйлескенде телефон дауысын басқаға естілетіндей қылып қойға ниеттенсеңіз, алдымен сұхбаттасыңыздан рұқсат сұрап алыңыз. Әңгіменің соңында барлық келісілген шартты нақтылап алыңыз. Егер біреуге ақпарат жеткізу туралы өтініш жасалса, оны ұмытып кетпеуге тырысыңыз. Музей, театр немесе киноға барғанда телефон дауысын өшіріп қойыңыз. Телефонмен тек басқа адаммен ара қашықтығыңыз кем дегенде 3 метр болған жағдайда ғана сөйлесуге болады. Сол бетте де дауысыңызды бәсеңдетіңіз. Әңгімеңізді аяқтаған кезде қоштасуды ұмытпаңыз. Қажетті ақпарды біліп алғаннан кейін телефонды қоя салатын адамдар жиі кездеседі. Болашақта хабарласқан адамыңыз мұндай әдепсіздік танытқан кісімен сөйлесуге ниет білдірмейтін болады. Сол себепті этикет ережелерін есте ұстайық, табысқа бірге қол жеткізейік.